Бесбақыр мазары Қазақстанның 19 ғасырдың 30 жылдарындағы сәулет ескерткіші. Қорғалжын Нұрсұлтан тас жолынан Абай ауылына бұрылыстан шығысқа қарай 11 шақырым жерде, ашық далада ескі моланың қоршалған аумағында, Нұра өзенінің оң жағалауында орналасқан. Аңыз бойынша Бесбақыр мазары 1837-1847 жылдары Қазақ хандығының соңғы ханы Кенесары Қасымұлының туының астында халқазаттық көтерілісінде ерлік көрсеткен бес батырдың құрметіне тұрғызылған. Бесбақыр сөзінің мағынасы бесеуіне аяушылық дегенді білдіреді. Бесбақыр кесенесі шикі өнделген кірпіштен қаланған. Мазар салынған кірпіштің құрамы қойдың сүті, жүні, аттың жалы мен саз балшықтан тұрады. Екі бөлмелі болып салынған мазардың құрылысы өзгеше. Шығыс жағында орналасқан есік арқылы көлемі 3 метрге жуық сопақшалау бөлменің ішіне ене аласыз. Есік еңселі биік, ал қабырғалардың биіктігі көз мөлшермен алғанда 3 метрге жуық. Қорғалжын елінің тағы бір қасиетті жері туралы бейнероликті назарларыңызға ұсынамыз.